Қорық селосы Маңғыстау облысының Қарақия ауданының орталығы. Қорық Каспий теңізінің жағалауында орналасқан елді мекен. Мұнда 10 мыңға жуық халық тұрады. Қорық селосының жанынан Ерсай Каспиан контрактор мекемесі өзінің меншікті айлағы бар Қазақстанда алғашқылардың бірі болып құрылыс верфін құрды. Мекеме 2003 жылы ашылды. Қазір Ерсай Каспий аймағының мұнай газ саласының құрылысында басты орында. Ағымдағы 2013 жылы Ерсай компаниясына 10 жыл толды. Осы жылдар бойы басты қызметтерді жүзеге асыра отырып, Ерсай мекемесі Маңғыстау облысының әлеуметтік жағдайында белсенді қызмет көрсетті. Ортаның гуманитарлық салаларында, мәдениет саласын қолдау мен дамытуда үнемі жұмыстар жүргізіп келеді. Мекеме спорт, денсаулықты сақтау, білім беру салаларын дамытуға қаржы бөліп, әл-ауқаты төмен жергілікті тұрғындарға қол ұшын беріп келеді. Орта Азияның Еуразия қоры аймақта 2005 жылы құрылған қоғамдық ұйым. Бұл қоғамдық ұйымның мақсаты Орта Азияда азаматтық белсенділікті арттыруға, жеке кәсіпкерлікті, білім беруді және мемлекеттік басқаруды дамытуға бағытталған ынталарды іске асырады. Бұл жоба 2012 жылдан бастап Ерсай компаниясының қаржылық қолдауымен жүзеге асырылды. Жобаның мақсаты мен міндеттері Қорық селосындағы колледж және 3 мектептегі білім мен тәрбие үдерістерінің сапасын арттыру. Кәсіби тренингтер өткізу арқылы мектеп әкімшілігі мен мұғалімдердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын жақсарту. Жоба мұғалімдерге кәсіби тренингтер ұсыну, ата-аналарды мектептік іс-шараларға қызықтыру және де балалардың оқуға деген қызығушылық пен мотивациясын жоғарылату арқылы Қорық селосындағы колледж және мектептердің орта білім сапасын жақсартуға бағытталған. Жоба бойынша 2013 жылдың қаңтарынан 2014 жылдың желтоқсаны аралығында Қорық селосындағы колледж және мектеп әкімшіліктері мен мұғалімдеріне 11 кәсіби тренингтер өткізілді. Мұнда педагогтардың кәсіби деңгейлерін көтеру, оқушылармен интерактивтік әдістермен өткізілетін жұмыстар және инновациялық бағыттармен таныстыру мәселелері қамтылды. Мұғалімдер сабақтарында интерактивтік әдістерді, сабақ жоспарлауда озат тәжірибелерді, оқытудағы жаңа әдіс тәсілдерді қолданып біліктілік ойындар, дөңгелек үстелдер өткізді. Нәтижесінде мұғалімдер мен оқушылар, ата-аналар мен мұғалімдер, ата-аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынас жақсарды. Қай әдісті айтты, мүмкіндігінше қалғандарға түсіндіріп кетсін. Бір-біріне сұрақ туындаса айтасыз. Мысалға біреу білет, ол техниканы қолданады білет. Қасыңызда отырған ана білмейтін шығар, қысқаша түсініктеме беріп кетіңіз. Соған Қорық орта мектеп гимназиясы биылғы 2014 жылдан бастап Ерсай мекемесі қаржылай қолдауымен Орта Азия, Евразия қорымен бірлесіп жылға жоспар сақтаған едік. Биылғы оқу жылында Орта Азиядағы Евразия қоры арқылы мектебімізде бірнеше тренинг, семинарлар өткізілді. Бұл негізгі мақсат мектептегі мұғалімдеріміздің шығармашылықпен жұмыс жасауына, мектебіміздің ата-аналарымен жұмыс жасауға, оқушылармен жұмыс жасау мақсатында жүрген жұмыстарымыз көпшілік болды. Биылғы жылы Алматы қаласынан үлкен мықты психологтар келіп, мұғалімдерімізбен, аталарымен жұмыс жасап, соның арқасында биылғы оқу жылында мектебіміздің оқушылары облыс, республика көлемінде сайыстарда жүлделі орындарға ие бола бастады. Атап айтсақ, биылғы жылы бастауыш сынып оқушылары тілім туралы сайыста Алматы Астана қаласына барып, ғылыми жұмыстан бас жүлдені жеңіп алды. Және мына
викторина сұрақтарына 4 оқушымыз қатысып, 21 ғасыр көшбасшысы сайысында оның 4-і де екінші турына өтіп, жақында Нұрсұрат деген оқушымыз Алматы қаласы өткен 21 ғасыр көшбасшысына қатысып келді. Бұл оқушыларға баруына, жатақханаға орналасуына, жүріп тұруына қаржылай көмек беріп отқан Орта Азия Евразия қоры, біз мектеп әкімшілігі атынан осы жұмысты бастап жатқан Орта Азияда Евразия қорының басшыларына, бұдан басқа да мектебімізде бірнеше шаралар өткізді. Бұл құрық елді мекеннің мұғалімдер арасында бірнеше сайыстар өткізіп жатыр. Осы сайыстардың барлығына осы құрық орта мектеп гимназиясы мұғалімдері белсенді атсалысуда. Және бұл Евразия қоры мектебімізге тек қана сайыс емес, материалдық техникалық базаларына да қаржылай көмек беріп жатыр. Бұл мектебіміздің актив залында қыс-суығына жылудың кезінде салқын болатын байланысты қазіргі қыста жылытатын, жазда салқындататын үлкен қондырғыларды орнатып, мектептерімізге қаржылай да көмек беріп жатқан себептері бар. Мектеп әкімшілігі атынан, осы ұстаздар қауым атынан, осы орта мектеп гимназиясының аталарының атынан, осы Евразия қорына көп-көп алғысымызды айтамыз. Биылғы жылдың 27-29 наурыз аралығында құрықтағы колледж, мектеп ата-аналары мен мұғалімдер арасында 3 күндік психологиялық тренинг өткізілді. Балалардың ойлау қабілетін арттырып, оқу орындарында әртүрлі шараларға тарту мақсатында тренингте оқытушыларға бағыт берілді. Бұл осымен құрық селосында ұйымдастырылып отырған екінші тренинг. Тренингтен соң қатысушылардың басым көпшілігі ата-ана және оқушылармен жұмыс жасау бағытында кең тәжірибе жинақтады. Мұғалімдердің өтініші бойынша биылғы тренингке мектеп басшылары мен ата-аналар да тартылды. Егер былтыр қатысушылар саны 30-ақ болса, биыл бұл көрсеткіш 119-ға жетті. Оның 79-ы мектеп және колледж мұғалімдері және 40 ата-ана. Тренингте балаларды психологиялық тұрғыда тәрбиелеу, мұғалімдер арасындағы келіспеушіліктерді шешу және ата-аналармен жұмыс жасау жұмыстары қамтылды. Тренингті Орта Азия сараптау институтының тәжірибелі мамандары жүргізді. Сондай-ақ биыл 2-5 маусым аралығында Құрық колледжінің және 3 мектептің 10-шы сынып оқушыларына шығармашылық және әлеуметтік жобаны жасақтау мен жүзеге асыру тақырыбында тренинг өткізілді. Тренинг интерактивті түрде өтті. Онда рөлдік ойындар, топтық пікірталастар, таныстырулар қамтылды. Тренингтің 4-ші күні оқушылар өз жобаларының таныстыруларын өткізді. Өздерінің кіші жобаларын жүзеге асыру үшін оларға кіші гранттар берілді. Жеңімпаз 3 топ өздерінің жобаларын жүзеге асыру үшін 2014 жылдың қыркүйегіне дейін жұмыс жасады. Содан соң барлық таныстырулар ұйымдастырылып, солардың ішінде ең үздік жоба бағалы сыйлыққа ие болды. Республикалық мектепке жол акциясының негізінде аз қамтылған отбасы оқушыларына оқушыға мектепке барар жолды табуға көмектес қайырымдылық шарасы өтті. Акцияда аз қамтылған және көп балалы отбасыларының оқушыларына, жетім балаларға, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңа оқу жылына дайындалуына материалдық көмек көрсетілді. Аз қамтамасыз етілген отбасылардың 150-ге жуық оқушысы мектеп құралдарымен, мектеп формалары және киім-кешекпен қамтылып, жаңа оқу жылын ойдағыдай бастады. Әсіресе көмек қолын созған Ерсай компаниясының бұл істе атқарған орны ерекше. Олар 2 жыл бойы 100-ге жуық баланы мектепке дайындап, оларды керекті киім және оқу құралдарымен қамтамасыз етті. Құрық колледжінде күнделікті жұмыс жасайтын қолөнер үйірмесі ашылды. Мақсаты балаларға қосымша білім беру, шеберліктерін сынау. Шығармашылық жұмыстарға тарта отырып, олардың тану қабілеттерін, қызығушылықтарын арттыру, жетістіктерін бағалау, белсенділіктерін дамыту, өз бетінше еңбектенуге дайындау, іскерлікті дамыту болып табылады. Қолөнер үйірмесінің бұл салада тәжірибесі бар маман Әсем Ерманова жүргізді.
Бұйыл сәуір айында Құрық селосындағы 3 мектептің ата-аналары мен оқушы балалар арасында ең белсенді ата-ана байқауы өткізілді. Ақтық сынға 3 мектептен 8 отбасы шықты. Олар түрлі байқауларда күш сынасып, интеллектуалдық викторинадан бастап, аспаздық қабілеттерін де көрсетті. Екі 2014 жылдың қыркүйек айында мұғалімдерге арналған оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары тақырыбында семинар тренингі өткізілді. Мұнда педагогтардың кәсіби деңгейлерін көтеру, оқушылармен интерактивтік әдістермен өткізілетін жұмыстар және инновациялық бағыттармен таныстыру шаралары ұйымдастырылды. Евразия қорымен 3 жылдан бері біз тікелей байланыстамыз. Бұл қорменен тренингке қатыстық. Бұл тренингте интербелсенді оқыту әдісін көп жаңағы сол тренингке қатысқаннан өзіміз үйреттік. Өзіміз үйренгеннен кейін оқушыларға көп пайдасы бар. Бұл тренингтің яғни оқушылардың еркін сөйлеуіне, яғни шығармашылық жұмысына, сосын барып білімді одан әрі өздерінің білімдерін, еркін ойлау жүйесін, жаңа технологияны пайдалану әдісіне көптеген көмегі бар. Биыл жазда, яғни еңбекші Алматы облысынан еңбекші Қазақ ауданынан Бақтыгүл Елшібаева деген тренинг келді. Ол әлеуметтік шығармашылық жол бойынша тренинг өткізді. Бұл тренингте, яғни көптеген мектептің оқушылары қатысты. Ол тренингтен балдар өздерінің шығармашылық жобаларын үйреніп, соны арғарай жобалап, жүйелі түрде қорғап шықты. Енді осы жақында былтыр, яғни күз айында осы Қарағай ауданы бойынша үздік мұғалімдер, осы Евразия қорының ұйымдастыруымен үздік мұғалімдер тренинг болды, соған қатыстық. Сонда енді жүлделі орын алдық. Бұдан да енді көптеген бізге пайдалы жері болды. Себебі енді мұғалім болсақ та балдарға еркін сөйлеу, өз-өзіңді көрсету, жұмысыңды ары қарай алып кету үшін бұл қордың көп пайдасы бар. Екі 2014 жылдың 16-17 мамыр аралығында Қазақстан мектептерінің оқушылары арасында Астана қаласында 3 тұғырлы тіл бойынша республикалық олимпиада өтті. Бас жүлдені Құрық орта мектеп гимназиясының бастауыш мұғалімі Гүлсім Отаралиеваның басшылығымен 2-ші сынып оқушылары иеленді. Гүлсім Отаралиева Ерсай компаниясының демеушілігімен өткізілген Орталық Азия Еуразиялық қорының жобасының бірнеше инновациялық әдістер тренингтеріне қатысқан. Ерсай компаниясына қаржылай көмектері үшін және де Еуразия қорының пайдалы жобалары үшін үлкен алғысымды білдірем дейді өз сұхбатында Гүлсім Отаралиева. Астана қаласынан келіп отқан Каспий толқындары тобын қарсы алыңыздар, ортаға шақырамыз. Білімді қасқа елдің болашағы, даму өткел өркениетке жол ашады, құндылығы білім құшқан өр жастарым. Осы семинар өтті. Сол семинардан алған білімімізді ары қарай жалғастыру мақсатында енді осы Астана қаласында өткен Қазақстан Республикасы кіші ғылыми академиясының ұйымдастыруымен өткен сатылай кешенді талдау технологиясы бойынша тілім менің тірлігімнің айғағы атты ауызша олимпиадаға 3 оқушыны алып бардым. Астана қаласында болдық. Осы күні біздер олимпиадаға дайындалып, 16-17 күні осы олимпиадаға қатыстық. Біздер Астана қаласына барған кезде біздерді өте жақсы қарсы алды. Яғни қонақ үйде орналастырды. Әрине бұның бәріне мұрындық болған
Орта Азия, Евразия қоры біздерге көп демеушілік жасады. Мен өзім жеке сынып жетекшісі атынан, яғни ата-аналар атынан үлкен алғысымды білдіремін. Біздің оқушыларымыз бас жүлдені жеңіп алды. Осы бізге көрсетілген осы Орта Азия, Евразия қорының демеушілігі үшін біздер алғысымыз шексіз. Яғни біздің балаларымызға жасап отырған үлкен, яғни көмегі үшін, қазіргі кезде яғни балалардың шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіндік беріп отырған осы қорға айтар алғысымыз орасан зор. 2014 жылдың 16 қазаны күні Алматы қаласында өткен республикалық 21 ғасыр көшбасшысы телебағдарламасының жаңа маусымына Қорық орта мектеп гимназиясының 6 А сынып оқушысы Салауат Нұрзат Қадырболатұлы қатысып жүлделі 2-ші орынды иеленді. Мен 9 бен 19 қазан аралығында Алматы қаласының республикалық 21 ғасыр көшбасшысы сайысына барып келдім. Алдымен осы сайыста облыстық іріктеу турына біздің мектептен 4 оқушы барып келдік. Сол 4 оқушымыз да Алматы қаласына жолдама алдық. Сол Алматы қаласына сайысқа барғанда маған қаржылық көмек көрсеткен, қаржылық қолдауымен Орта Азия Еуразия қоры және оның директоры, атқарушы директоры Ринат Темірбековке өте көп алғысымды айтамын. 2014 жылдың 5-7 қараша күндері аралығында ұлттық бірыңғай тестілеуді коллаборативті шешу жолдары тақырыбында математика пәні мұғалімдеріне арналған шеберлік сыныбы өткізілді. Шеберлік сыныпты өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталық акционерлік қоғамының филиалы Маңғыстау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының математика пәні бойынша тренері Жансұлу Дүйішқызы жүргізді.